Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты muftiyat.kz ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله Аллахтың қалауыменен бүгін біз сіздерменен араб тілі ғылымдарының арасындағы маңызды орынға ие араб тілі синтаксисін бастаймыз. Ол ғылым араб тілінде наху деп аталады. Жалпы осы ғылымға кіріспе ретінде 2-3 мәселеге тоқталып өтеміз. Бірінші, осы араб тіліндегі наху деген сөздің тілдік, яғни араб тіліндегі қолданыстағы мағынасы, екінші терминдік мағынасы. Яғни грамматикалық термин ретіндегі наху деген сөз қандай мағынаны білдіреді. Бірінші, араб тілінде наху деген сөз бірнеше мағыналар білдіреді. Бірінші мағынасы ол әл-джиха, яғни бір тарап. Мысалы ретінде захабту нахуал джамиати деп айтатын болсақ, мен университетке беттедім, университет жаққа қарата бара жатырмын деп айтады. Яғни осы сөйлемдегі наху деген сөз араб тіліндегі иля деген сөздің мағынасын білдіреді. Яғни захабту илал джамиати дегенде. Екінші мағынасы ол шаба. Қазақ тілінде аудармасы ол ұқсас деген мағынаны білдіреді. Мысалға әл-ибну нахуа абихи. Бала әкесіне ұқсайды. Болмаса Омару нахуа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам фил адли. Омар әділдікте Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи ва салламға ұқсайды. Араб тіліндегі наху деген сөздің бұдан да басқа мағыналары бар. Иншалла оны кейін болашақта үлкен кең сабақтарда өте жатасыздар. Екінші терминдік мағынасы. Наху деген сөз араб тілінде әл-илму бил-қауаиди ллати юрафу биха ахкаму авахир калимат al-арабия في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. Ол араб тіліндегі наху деген сөздің терминдік мағынасы. Енді осы мағынаға, осы терминдік мағынасына тоқталып, қазақша түсініктемесін жасайық. Наху деген сөз ол ғылым, әл-илму. Қандай ғылым? Әл-илму бил-қауаид. Бір ережелерге зерттейтін ғылым. Аллати юрафу биха ахкаму авахир калимат al-арабия. Ол қағидалар неге байланысты? Бұл қағидалар арқылы араб сөздерінің соңғы харакаттары белгілі болады. Сол соңғы харакаттарына қатысты ережелер. Қай уақытта фи хали таркибиха мин al-i'раби wal бина wa ma yatba'u zalik. Иғраб, бина және сол екеуіне ілесетін жағдайларға қатысты араб сөздерінің соңғы харакаттарын зерттейді. Жалпы қазақ тілінде түсіндіріп айтатын болсақ, ол араб сөздерінің сөйлем құрылысында тұрған орнына қарата қағидаларын зерттейтін ғылым. Түсінікті ме? Қазақ тіліндегі синтаксис деген ғылымның мағынасын білдіреді. Яғни сөйлем құрылысын зерттейтін ғылым. Енді бұл ғылымның зерттеу объектісіне. Бұл ғылым араб сөздерінің сөйлем құрылысында тұрған орындарын зерттейтін ғылым. Түсінікті ме? Бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, анықтауыш деген сияқты қазақ тілінде, араб тілінде де сондай ереже анықтамалары, солар зерттейтін ғылым. Осы жерде бір ескерте кететін нәрсе, Алла Тағала
бұл әлемде кез келген нәрсені белгілі бір жүйемен жаратты. Әрбір нәрсенің өз жүйесі бар. Сол сияқты тілдің де жүйесі бар. Тіл де белгілі бір жүйеге бағынады. Бір тілдің екінші тілден тілдік жүйесі өзгеше болып келеді. Ұқсас жерлері де бар, айырмашылықтары да бар. Сондықтан да сабақ түсіндіру барысында біз кейбір мәселелерді қазақ тіліменен салғастыра айтқан уақытта тура қазақ тіліндегі сияқты мағына бермеуі мүмкін. Өйткені араб тілінің тілдік жүйесі басқа, онда тілдік категориялар біздің тілімізде болмауы мүмкін, немесе біздің тіліміздегі бар тілдік категориялар араб тілінде болмауы мүмкін. Мысалы ретінде қазақ тілінде мужской род, женский род деген жоқ. Ондай тілдік категория жоқ бізде. Араб тілінде ондай категория бар. Мысалы араб тілінде екілік түр деген бар. Екі адамға қарата айтылатын сөздер. Мусанна деп аталады. Біздің тілде ол нәрсе жоқ. Түсінікті ме? Біздің тілде түбірге қосымшалар жалғанады. Жұрнақ жалғау болып. Араб тілінде осында жұрнақ жалғау біздің тілдегі сияқты ол жалғанбайды. Оларда ондай нәрсе жоқ. Түсінікті ме? Сондықтан да кейбір басында айтып жататын болсақ, бізде қазақ тіліне грамматикасына салғастырып осындай екен деп ұғым туындап қалмауы керек. Ары қарата. Осы наху ғылымның үйренуі барысында біз қандай пайда аламыз? Не үшін бұл ғылымды үйренеміз? Араб тілі ол ислам дінінің негізгі дерек көзі. Өйткені Аллахтың кітабы Құран кәрім, Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям хадистері осы араб тілінде. Және діни негізгі үлкен классикалық еңбектердің барлығы да осы араб тілінде. Бір информацияны нақты алу үшін және шынайы информация алу үшін сол информация келген тілде қабылдау, сол информация келген тілде үйренсең, нақты шынайы информация қол жеткізесің. Сондықтан да Құранның өзін дұрыс түсіну үшін, Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін дұрыс түсіну үшін, үлкен классикалық еңбектерді дұрыс түсіну үшін араб тілін білу керек. Енді осы араб тілін білуге нахудың қандай пайдасы бар? Наху деген ғылым араб тілінде дұрыс сөйлеуді, дұрыс түсінуді үйрететін ғылым. Өйткені бір харакаттың өзгеріп кетуіне байланысты бүкіл сөйлемнің мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Иншалла ондай мысалдар болашақта келтіретін боламыз. Арабша, яғни бұл ғылымның пайдасы не? Бірінші, Құранды, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін және діни мәтіндерді дұрыс түсіну. Екінші, дұрыс оқи білу. Яғни сөйлеу барысында қателікке бой алдырмау. Түсінікті ғой? Болмаса түсіну барысында қателікке бой алдырмау. Бұл ғылым қандай ғылымдардың қатарына жатады? Бұл ғылым улумул арабия деп аталады. Яғни араб тіліне, араб тарыға қатысты ғылым болып есептелінеді. Жалпы арабтарда ғылымды екіге бөлінеді. Өздеріне дейінгі бар мәдениеттен үйренген ғылым және өздері ойлап тапқан ғылым. Бұл осы наху арабтардың немесе мұсылмандардың өздерінің ойлап тапқан ғылымдары. Түсінікті ме? Иншалла оның қиссасына қазір тоқталатын боламыз. Бұл ғылымның негізін кім қалады? Бұл ғылымның негізін қалауға қатысты үлкен қиссалар бар. Мен осы қиссаларға бүгін сіздерге қысқаша ғана тоқталып өтемін. Абу Асад ад-Дуали дейтін ғалым болған. Ол Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхуның халифат тұсында өмір сүрген кісі. Бірде халифа Али оған осы араб тіліне қатысты ережелер түзуін бұйырады. Сөйтеді оған сөйлеу барысында ауызының қимылдауына қарата, ашылу жабылуына қарата бір ережелер түсуді ұсынады. Сонда Абу Асад ад-Дуали осы араб тілінің грамматикасының негізі болатын ережелерді түзіп имам Алиге келеді. Али радиаллаху анху бұның түзген ережелерін көріп және оның жақсы ережелер түзгеніне қызығып унху хадан наху деп айтады. Яғни біз жоғарыда айтып кеткен наху деген сөздің мағынасы бір жаққа бағытта жүру, бір жаққа қарата бағытта алу деген сөз деп. Яғни сол кезде оған
Unhu hadan nahvu деп айтады. Яғни осы бағытта жүр. Осы жүрген жолыңменен ары қарата жалғастыр деп айтады. Яғни түзген ережелерің дұрыс, осыны ары қарата дамыт, жетілдір деп айтады. Содан Алидің радиаллаху анхудың сөзінен наху деп аталып кетеді бұл ғылым. Түсінікті ме? Енді жалпы кез келген ғылымда біздің шариғи тұрғыдан үкім береміз. Осы наху ғылымның үйрену үкімі не шариғаттағы? Бұл ғылымды үйрену фуруд кифаяға жатады. Фард кифаяны білеміз ғой. Фард кифая дегеніміз не? Ол мұсылмандардың арасынан бірнешеуі осы ғылымды үйренетін болса, қалғандардың мойнынан бұл ғылымды үйрену міндеті түседі. Түсінікті ғой? Фард кифая ғылымына жатады. Иншалла, бұл осы ғылымға жасалынған қысқаша кіріспе болатын. Енді біз осы ғылымға қатысты жазылған еңбектердің ең кең танымалы, ең атақтыларының бірі имам Ибн Ажурумның Муқаддима Ажрумия деген кітабын бастаймыз. Жалпы кітаптың авторы Абу Абдулла ибн Мухаммад ибн Дауд Ас-Санхаджи деген кісі. Ол кісінің қысқаша танымал лақабаты Ибн Ажурум. Хижра жыл санауы бойынша 672 жылы Фас қаласында дүниеге келген. Фас қаласы қазіргі Марокко мемлекетінде орналасқан. Және 723 жылы сол Фас қаласында дүниеден өтеді. Біздің жыл санау бойынша, милади жыл санау бойынша 1273 және 1323 жылдар аралығында өмір сүрген. Осы хижран 723 жылы Ибн Ажурум дүниеге келген жылы араб тілінің грамматикасының негізін қалаған, әлгі уақытқа дейін еңбектері оқытылатын Ибн Малик дейтін ғалым бар. Альфият Ибн Малик деген кітаптың авторы. Сол кісі дүниеден өткен жыл бұл. Жалпы қосымша информация ретінде айтқан. Бұл кісінің асылы негізі араб емес, бербер. Яғни бербер тайпасына жататын кісі болған. Енді осы кісінің осы нахуға жазған үлкен еңбегі ол Муқаддима Ажрумия деп аталады. Сол кісінің осы жазған кітабына қазір уақытқа дейін шамаменен 100-ге тарта түсініктемелер шарықтар жасалынған. Иншалла біз осы шарықтардың ішінен египеттік ғалым Мухиддин Абдул-Хамид дейтін кісі бар. Сол Мухиддин Абдул-Хамид деген кісінің Тухфат Сания дейтін кітабы бар. Сол Тухфат Санияны басшылыққа аламыз. Кітап негізінен қысқаша мәтіннен тұрады. Көп емес мәтіні, бұлайша алатын болсақ, шамамен 10 шақты беттен ғана тұрады. Бірақ оның шарықтары үлкен 100 беттік, 200 бет, 300 беттікте шарықтары бар. Біз осы мәтін өзіне қысқаша ғана шарықпенен тоқталып өтетін боламыз әрқайсысына. Иншалла, осыменен біздің бүгінгі бірінші дәрісіміз аяқталды. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.